Hello everyone, welcome to our English YouTube channel. Today's our theme is prepositions of time: at, on, in. Бүгінгі біздің тақырыбымыз демеуліктер немесе шылау сөздер деп те атаймыз. At, on, in, яғни уақытты білдіретін демеуліктер. Дәл осы видеоны көру арқылы сіздер 3 минутта осы at, on, in демеуліктерінің қай кезде дұрыс қолданылуын үйреніп алатын боласыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. At демеулігін біз нақты уақыт жайлы айтқан кезде қолданамыз, яғни short time, қысқа уақыттар айтқан кезде. Example: at 5 o'clock, at 5 p.m., at 5 a.m., at midnight. Байқасаңыздар, барлығы да сағат болып тұр. Яғни осылай қысқа уақыттар айтқан кезде at демеулігін қолданамыз. On нақты күн, апта, мерекелік күндерді айтқан кезде қолданылады. Middle time, орташа уақыттар, Example: on Sunday, апта күндерінің алдында, және on May 8th. Егер бізде аяты келетін болса, және аятының жанында осылай нақты числосы болатын болса, онда on демеулігін қолданамыз. In ұзақ уақыттар айтқан кезде қолданамыз. Long time. Seasons жыл мезгілдерінде, months айларда, years жылдарда, decades 10 жылдықтарда, centuries ғасырларда айтқан кезде. Example: in winter, in February, in 2023, in the 90s, in the 19th century. Дәл осылай ұзақ уақыттар айтқан кезде in демеулігін қолданамыз. In демеулігі тағы кейін деген мағынаны білдіреді. Example: in 5 minutes, in 2 hours. 5 минуттан соң, 5 минуттан кейін немесе 2 сағаттан кейін. Және күн бөліктерін айтқан кезде де in қолданылады. In the morning, in the afternoon, and in the evening. Бірақ түнде деп айтатын болса, онда at демеулігі қолданылады. At night, түнде. Және мерекелерді айтатын кезде де біз at демеулігін қолданамыз. Example: at Easter, at Christmas. Егер сол мерекелердің жанында day деген сөз келетін болса, онда on демеулігі қолданылады. Example: on Easter day, on Christmas day, on New Year's Eve. Есте сақтаймыз. This, that, last, next, any, some, one, every. Дәл осы сөздерден кейін ешқандай да at, on, in демеуліктерін қолданбаймыз. Осыны есте сақтаймыз. Last day, next month, 1 year, every week, this morning, that evening, some days, anytime. Байқасаңыздар, ешқандай демеуліксіз жазылды. Егер бүгінгі демеуліктер тақырыбы сіздерге ұнаған болса, онда біздің білімгі YouTube арнасына тіркеліңіздер. Have a nice day. Goodbye.